Жігіттер, видеоны бастамастан бұрын мен айта кетерім, мен бұл видеода өте қобалжыдым, және де мен бүгін осы видеода бір вопросты ұмытып кеткен екенмін айтуға. Айып етпеңдер, мен өте қобалжыдым. Видео көруге сәттілік. Давай. Хайо достар, сіздермен бірге Тұрар Гейм арнасы, және де бүгін біздің каналымызда новый формат. Ол формат интервью. Біздің қонағымыз ол Нұрас KZ. Қалайсыңдар достар? Бүгін және де бүгін интервьюдің правиласы ол мен Нұрасқа 15 вопрос задать етуім керек, и Нұрас маған ответ қайтарады. Так. Давай. Бірінші вопрос, өзің туралы айтшы. Мен қысқаша таныстырып өтейін. Жасым 15-те, Қызылордада тұрам. Тоғатым Нұрасыл тоқтамыз. Кейбіреулер Нұрас деп жатады, кейбіреулер Нұрбекпен шатастырып жатады. Сол ютубқа почти 1 жыл болып келгеніме. Және де екінші сұрақ, сен өзіңді қалай сипаттай аласың? Өзімді білмеймін енді. Жақсы ютубер деп ойлаймын. Давай, ұялма, айта бер. Сондай GTA контент, CSGO, сол сөйтіп түсірем, короче, солармен білмеймін енді. Так, давай, үшінші вопрос. Сен қашан ютубер болуға шешім қабылдадың? Мен негізі деген вообще бұнда ютуб бастайым деген ой болмаған. Мен негізі деген осыдан қанша 1,5 жыл бұрын ютубты қарап жүретін, нонейтін, кәдімгі подписчик болып нонейтін стрим күнде қарайтын. Короче, бір күні компьютер алдым, сөйтіп ойнадым, нонеға стрим снайпер еттім, пауктан, короче, 4 адам ғой сквадта, шығып кетеді біреу, мен қосып алады да, сөйтіп ойнаймыз бірге, сөйтіп сөйлесіп, Алтыбақан жуниорды ашады, бәріміз жинайды, сөйтіп ютубты бастадық біз. Нони, короче, жалпы красавчик десей. Так, алғашқы қадамдарың қандай болды сен? Алғашқы қадам? Төртінші сұрақ. Мен ол кезде видеоны әрең түсіретін, қобалжып, дауысым жеңішке, білмеймін, сондай болған. Бесінші сұрақ, ютубер болудың жақсы және жаман жақтары қандай? Ютубердің жақсы жағы, мысалға, енді барлығы біледі ғой, ақша табасын, солысымен жақсы жар. Екінші жаман жағы ол уақытың көп кетеді, монтаж бар, анау бар, көзіңе зиян, компьютер отқан, сол жаман. Так, сенің ең үлкен жетістігің қандай ютубта? Ең жетістігім, енді бұйырса 100-ға жетем, сол болатын сияқты, күміс кнопка алам, сол болады ғой енді жетістігім әзірге. Жетінші сұрақ, шабыт сені қалдыратын кездер болды ма? Шабыт... Когда сенде уже каналда, типа, смысл жоқ деген, сондай болды ма? Жоқ, ондай кез жоқ, болмайды ондай. Кейін қасымда жақсы балдар бар, бірге видео түсіреміз, солай. Красава. Так, сегізінші вопрос, жұмыс ортасын сипатташ. Менде ютуб, короче, өзімнің микрофоным, мешкім бәрі жақсы, кресло жоқ дейсің. Айбыш, кресло жоқ? Кресло жоқ, білмеймін, кресло. Білмеймін өзім, алмағам өзім. Солай, короче. Так, 9-шы сұрақ, сен өзің қандай жақтарын өзгерткің келеді? Менде ютубта ма бұлай? Жоқ, өзі өмірдегі қандай өзің там характерің болса? Жоқ, еш нәрсе өзгертпейін, дәл осы. Характер барлығы Алла тағаланың берген. Так, 10-шы вопрос, сенде қандай жоспарларың бар будущего? Алдағы уақытқа ма? Алдағы уақытта менде сол
кнопкамды алсам, біз күні асып, одан кейін дальше кете береміз ғой. Миллионға жетеміз бірге. Так, сен қалай ойлайсың, қалай жеттің осындай жетістікке, прям күшті ютубер болуға? Негізі бізге фундаментті құйып берген Алтыбақан ғой. Солар бізге көмектесті, толчок берді. Сөйтіп дамытты бізді, сөйтіп өзіміз ары қарай кеттік дамып. Иә. Так, сен үш любимый ютуберің Қазақстанда? Үш. Алтыбақаннан бөлек па, әлде любойын айта? Вообще любойын айта бер Қазақстанда. Так, Нони, Бірінші, иә. Даник, Екінші. И? Пазл. Опа, пазл. Бесінші сұрақ, сен подписчиктермен сходка жасағың келеді ма? Мен негізінде күнде отырамыз почти. Бір дискордта сөйлесіп. Ал шын өмірде? Қазір енді коронавирус, бірақ ол бітсе? Онда білмеймін мен, ондайға елатын сияқтымын. Жасағым келмейді ондай қатты. Так, бұнымен біздің интервьюмыз аяқталды. Мен 15 вопросты задать еттім Нұрасқа. Нұрас красава, бүкіліне ответ қайтарды. Видео ұнаса лайк басыңдар, арнаға тіркеліңдер, және де Нұрастың арнасына тіркеліп кетіңдер. По-любому менің подписчиктерім ол Нұрастың подписчиктері. Және де осындай интервью көп шықсын десеңдер, комментарияға жазып кетіңдер. Типа шығар деп, басқа ютуберлермен шығарам, там Нонимен, Майк Миллермен, там Даникпен. Ал давайте Джиги, Нұрас. Давайте, короче, лайктарын аямай комментарияға өздерінің пікірлерін жазып кетіңдер. Алдағы уақытта қай ютубер келсін, соны жазып кетіңдер. Давайте.